Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: дербес қазақ мемлекетін сақтап қалудағы Абылай ханның рөлі қандай болды? Сабақтың мақсаты: қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатын сипаттау, Абылай хан жүргізген саясатты саралау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Қазақ хандығының Ресей құрамына қосылу барысын зерделедіңіздер. Ең алдымен оқушылар білімнің сайтын пайдаланып, Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Абылай ханның балалық шағы туралы не білесің? Билікке қай жылы келді? Абылай ішкі саясатты қалай жүргізді? Абылайдың арманы қандай болды? Ол қай жерлерде ағаш үйлер салды? Абылай туралы қандай шығармалар бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Абылай ханның балалық шағы туралы не білесің? Бұхар жыраудың «Ей Абылай, Абылай» өлеңі тарихи құнды дерек. Себебі өлеңнен Абылай ханның өмірі жайлы көп мәлімет алуға болады. Абылайдың азан шақырып қойған аты Әбілмансұр. Үргеніштегі қырғыннан кейін Ораз аталық Әбілмансұрды Түркістанға Төле биге апарып тапсырады. Сол кезде Әбілмансұрға Сабалақ деп лақап ат берген болатын. Кейіннен бір ұрыста атасы Абылайдың атын атап жауға шапқаннан кейін Абылай атанып кетеді. Абылай хан дастанында бір күні жылқы ішінде отыр еді, бір қызыл атты келді. Сөйтсе ол қанжығалы қарт Бөгенбай екен. Ол Төле бидің ауылын сұрай келіпті делінеді. Төле би Әбілмансұрды хас төренің қалыбы екен, патша ізетті екен деп сипаттайды. Қазақтың Төле би, Бөгенбай секілді кемеңгерлері жас ханзаданың тәрбиесімен айналысады. Бұл 1724 жылы қазақтың бірлігі бұзылып, жан-жақтан жау аш қасқырдай тартып жатқан Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама заманында болған оқиға. Қазақ мемлекетінің болашағын ойлаған азаматтар төре тұқымынан елдің басын құрып, 300-ді басқаратын тұлға іздейді. Осылайша Әбілмансұр ел алдындағы жауапкершілікті 12 жасынан бастап арқалайды. Абылай хан билікке қай жылы келді? 1771 жылы Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде 300 ақсүйектері, Түркістан мен Ташкенттің әкімдері Абылайды ақ киізге көтеріп, хан етіп сайлайды. Абылай ханның билігі қазақтың көп бөлігіне жүрді. Абылай ішкі саясатында қандай шаралар жүргізді? Абылай бір орталықтан басқарылатын тәуелсіз мемлекет құру жолында күресті. Сот билігін күшейтті. Билікте қазақ билері мен қазақ батырларының беделіне арқа сүйеді. Қазақтар арасындағы қақтығыстар мен барымтаны тоқтатты. Қазақтардың егіншілікпен, балық шаруашылығымен айналысуына қолдау көрсетті. Абылай Ресейден үй салу үшін шеберлер мен егін шаруашылығының қыр-сырын үйрететін мамандар жіберуді сұрады. 1764 жылы Абылайдың өтінішімен Қазақ хандығына 10 орыс шаруасы жіберіледі. Олар қазақтарға егін шаруашылығымен айналысудың қыр-сырын үйретеді. Абылайдың арманы қандай болды? Ақтық сәтінде «Хан ием, не арманыңыз бар?» деп сұраған Бұхар жырауға Абылай хан: «3 арманым бар. Біріншісі, елімді бейбіт өмірге жеткізсем деп едім. Екіншісі, халық жер қызығын көре алмады, қала, кент сала алмадым. Үшіншісі, елдің басын біріктіре алмадым» деген екен. Абылай хан қай жерлерде ағаш үйлер салды? Абылайдың ағаштан салынған 2 ордасы болған. Біреуі Жаман Жалғызтауда, екіншісі Көкшенің өз басында. Абылайдың екінші қысқы ордасы ханның қызыл ағашы деп аталатын жерде, Бурабайдың теріскейінде болғаны тарихи әңгімелерден белгілі. Әсем Көкшенің орталығы Көкшетау қаласында Абылай ханға арнап ескерткіш орнатылған. Абылай туралы қандай шығармалар бар? Тарихи жырлардың тұтас бір бөлігі Абылай ханға арналады. Олардың ішінде Шоқан жазып алған
Абылай туралы жыр, Көкбайдың Сабалақ, Абылайхан әңгімесі деген жырлары, Олжабай Нұралыұлының Сабалақ Абылайхан деген жыры, Мәшһүр Жүсіптің Абылайханның ең алғашқы ауызға ілініп көзге түскені, Абылай Аспас Арқаның Сары белі сияқты ондаған жыр. Бұл жырлардағы Абылайханның асқақ бейнесі оның 18 ғасырдың ең көрнекті тұлғаларының бірі болғанын дәлелдейді. Шоқан Уәлихановтың зерттеулерінде былай делінеді. Қазақтардың аңыз әңгімелерінде Абылай айрықша қасиеті бар киелі, керемет құдірет иесі болып саналады. Ешбір ханның Абылайдай шексіз билікке қолы жеткен жоқ. Ол ру басылар мен сұлтандардың өр көкірек үстемдігіне тыйым салды. Абылайдың арманына қазіргі Қазақстан қол жеткізгенін ерекше мақтан тұтып, ішкі ынтымағымызды, сүттей ұйыған татулығымызды сақтауға қызмет ету баршамыздың парызымыз. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев. Оқушылар Абылайханның ішкі саясатына байланысты бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді Абылайханның сыртқы саясатына байланысты бейнематериал көресіздер. Абылай сыртқы саясатта қандай бағыт ұстанды? Ресей генералы Крафт Абылайхан туралы қандай пікірде болды? Абылай көрші елдермен қандай қарым-қатынаста болды? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Абылай сыртқы саясатта қандай бағыт ұстанды? Абылайхан сыртқы саясатта Ресей және Қытай мемлекеттерімен келісімге келіп отырған. Бұл жолда ол жеке басының мүддесін құрбан етуге дейін барған. Бірақ Қазақ хандығының тәуелсіздігіне сызат түсірмеген. Абылай әр қазақтың тағдырына бейжай қарамай, олардың өмірі мен бостандығы үшін табанды күресті. Абылай жоңғарлардың таққа таласын шебер пайдалана білді. Ол 1752-1757 жылдары 300 әскермен бірнеше жорыққа шығып, жоңғарлардың жаугершілік қуатын мейлінше әлсіретті. 1757 жылы 14 маусымда қазақ жеріне кірген Қытай жасақтарымен Абылай қолы Айдын-су тұсында кездесіп, жауды тоқтата білді. Аса қуатты және қауіпті көршімен болған қақтығысты асқындырмай, Цин империясымен бейбіт қатынас орнатты. Ресей генералы Крафт Абылайхан туралы қандай пікірде болды? Абылайдың ұстанған сыртқы саясаты жөнінде Ресей генералы Крафт орта жүз орыс бодандығына кіші жүзбен бір мезгілде мойын сұнды. Дегенмен жырақта жатқан орта жүзге орыс билігінің қолы жетпей, қазақтарға толық кіре алмады. Орта жүздің бас билеушісі Абылай Сұлтан өзінің шебер саясаты мен айла амалының арқасында өлгенше мүлде тәуелсіз болып қала берді деп мәлімдеді. Абылай қытайлықтармен қандай қарым-қатынаста болды? Абылай Сұлтан жоңғар хандығы жойылғаннан кейін ежелгі қазақ жерлерін қайтарып алуға күш салды. Осы мақсатта және сауда қатынастарын орнату үшін 1757-1760 жылдары Қытаймен келісім шарт жасасты. Стратегиялық әріптес ретінде Ресеймен де жақсы қатынас орната білді. Қытай императоры Цянь Лунь Абылайдың жігерлі дербес саясатын мойындап, қазақ хандығының іс жүзіндегі тәуелсіздігін таныды. Тіпті қазақтардың ішкісіне араласпайтынына жазбаша кепілдік беруге мәжбүр болды. Қазақ хандығы Қытай мемлекетімен тұрақты сауда байланысын орнатты. Тарихта жылқыға жібек айырбасы түрінде басталған екі жаққа да тиімді байланыс тікелей Абылайдың күшімен орныққан. Абылай хандық билікке келгеннен кейін патша үкіметімен қарым-қатынас қандай болды? 1771 жылы Әбілмәмбет хан қайтыс болғаннан кейін қазақтың 300-нің беделді өкілдері Түркістан қаласында марқұм ханның өз кіндігінен тараған ұлдарының мұрагерлік құқы бола тұрса да, өзге сұлтандардың ішінде ең таңдаулысы ретінде Абылайды ақ киізге отырғызып, 3 алаштың ханы етіп сайлаған. Абылай хан тәуелсіз елдің билеушісі ретінде Ресейге бодандық шартынан бас тартқан. Арада 7 жыл өткен соң ғана қазақ даласындағы өз ықпалын сақтап қалуды ойлаған Ресей патшалығы 1778 жылғы 4 мамырда Абылайды
орта жүздің ханы лауазымына бекіту туралы нұсқау жіберді. Алайда бұл құжатты заңсыз деп таныған Абылай хан Ресей императорының жарлығын мойындамай, ұсынған сый сияпатын кері қайтарды. Абылай мен орыс билігі арасындағы қатынастар туралы Ресей бас штабының офицері Красовский былай деп жазған. Дәл сол кезде орта жүзге алғыр да әлеуетті әскер басы, көрші державалармен қарым-қатынас жасап тұруға шебер мәмлегер керек еді. Осы міндеттің екеуін де Абылай абыроймен орындап шықты. Ол тек арғын тайпасын ғана емес, басқаларын да биледі. 300-дің ортақ дұшпаны жоңғарларға қарсы жеңісті күрес бастады. Аса ептілік танытып, Ресеймен де Қытаймен де байланыс орнатты. Осындай қасиеттерінің арқасында Әбілмәмбет ханға қарағанда Абылай сұлтанның атақ даңқы арта берді. Әбілмәмбет хан болса, әскерді де, мәмлегерлікті де Абылайға өз еркімен беріп қойып, билікке таласқан жоқ. Соның нәтижесінде Сібір даласындағы орта жүз сұлтандарының арасында алауыздық болмады. Мұндай ауызбірліктің екінші бір негізі жоңғар мен қазақ арасы тынышталған соң, Абылай бүкіл қазақ аламанының қолбасшысы атағынан өз еркімен бас тартты. Орта жүз тайпаларын бұрынғыдай бір шыбықпен айдаймын деп аптыққан жоқ. Абылай қырғыздардың тарихына қалай әсер етті? Абылайдың қырғыздарға 2 мәрте жорық жасаған туралы деректер сақталған. Екеуінде де Абылайдың қырғыз жеріне немесе байлығына қызығып, басқыншылық ниет көздемеген, керісінше тегі бір, діні бір қырғызды қытайланудан сақтап, кейбір ру басыларының қарсылығын баса отырып, қазақ хандығына қосуды мақсат еткен. Абылайдың тұтқындалуы қазақ жоңғар соғыстарында қандай орын алды? 1741 жылы кезекті бір қазақ ойрат шайқасында жоңғар ханы Қалдан Серен әулетінің адамын мерт қылған Абылай сұлтан Шідерті өзені бойында жоңғар әскерінің қоршауында қалып тұтқынға түскен. 1743 жылға дейін Қалдан Сереннің тұтқынында болған Абылай жоңғар хандығының әскери жүйеге негізделіп, бір орталықтан қатаң тәртіппен басқарылған мемлекеттік құрылымын, қорғаныс және ішкі экономикалық жүйесін мұқият зерттеген, ойрат тілін үйренген. Қалдан Серенге өзінің жеке басының азаматтық қасиеттерін мойындатып, тұтқыннан құрметпен босап, мол сый және қалыңдық алып оралған. Абылай ханның көрегендікпен жүргізген сыртқы саясаты барысында қазақ хандығы қуатты бір тұтас мемлекетке айналды. Шоқан Уәлиханов Абылайдың ғасыры қазақтың ерлік ғасыры деп сипаттайды. Оқушылар бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспект оқыңыздар. Оқушылар қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: Абылай хан жайлы мәліметтердің ақиқат немесе жалған екенін ажыратыңыздар. Бірінші: бір орталыққа бағынатын мемлекет құру үшін күресті. Ақиқат немесе жалған. Екінші: қазақтар арасындағы барымта мен қақтығыстарды тоқтата алмады. Ақиқат немесе жалған. Үшінші: халықтың егіншілік пен балық шаруашылығымен айналысуына қолдау көрсетті. Ақиқат немесе жалған. Төртінші: сот билігін жойды. Ақиқат немесе жалған. Бесінші: үй құрылысы жұмыстарымен айналысты. Ақиқат немесе жалған. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма сәйкестендіру. Ол кім, бұл не сұрақтарына жауап бер.
Окуучулар, тапсырманы орундап болсак, бүгүнкү биздин сабак аякталды. Сау болуңуздар.